Түбірасты сандарды өрнектеу немесе иррационал сандармен жұмыс жасау. Мына есепті бірге қарастырып көрейік. Түбірасты 54. Яғни 54 дегеніміз біз білеміз ол 9 жердегі 6. Яғни 9 бен 6-ның көбейтісінде ретінде қарастырдым. Түбірлердің қасиеті бойынша мына өрнекті жеке-жеке түбірдің астына алып жазсам болады. Түбірасты 9-дан бізде 3 шығады, және түбірасты 6 бізде қалады, себебі ол түбірден шықпайды. Неге 54-ті 9 көбейтілген 6 деп жаздым? Себебі түбірден шығатын сандар тізбегін қарастырайық. Түбірасты 1 дегеніміз ол 1-ге тең. Түбірасты 4 ол бізде 2-ге тең. Түбірасты 9-ымыз ол бізде 3-ге тең. Түбірасты 16 ол бізде 4-ге тең. Түбірасты 25 ол бізде 5-ке тең екен. Сондықтан бұл жердегі өрнек түбірден шығару үшін 9 деген санды қолдандым. Келесі түбірасты 500. 500-ді біз 100 көбейтілген 5 деп аламыз. Себебі түбірасты 100 дегеніміз ол бізде 10-ға тең екен. Сонда бізде жауабы 10 түбірасты 5-ке тең. Келесі түбірасты 99. 99-ды 9 арқылы өрнектейміз, яғни 9 көбейтілген 11 деп. 9-дан біз білеміз 3 шығады, және түбірасты 11 бізде қалады. Келесі есепті өзің шығарып көр. Егер осындай есептерді шығарғың келсе, біздің онлайн мектебімізге келіңіздер, және де тіркеліп ал, келесі есептерді өткізіп алмас үшін.